Дәулетке жаңа үміткер ұнаған секілді. Жасы 20 шамасындағы инабатты да ибалы жасару бүгін Дәулетті көруге арнайы келді. Көптен бері қыздың апасы Дәулетпен байланысып, қызымды саған лайық көрем, кездесіп көрсінші деп ниет білдіріп жүрген екен. Бүгін сол үміт жүзеге асты. Қызының болашағына алаңдаған үй іші де өз батасын беріп, жүрегі таза, ниеті түзу жанға жолықсын деп үміттеніп шығарып салған екен. Осындай қолдау мен сенім артылған соң, Дәулетте бұл таныстықты шын бағалап, байыппен қарайтынына сенім бар. Дәулетті білетіндер жақсы біледі, ол жаны таза, қыз баланы сыйлай білетін жігіт. Әр сөзін ойланып айтатын, біреудің үмітіне жеңіл қарамайтын азамат. Бүгінгі алғашқы кездесулері де өте жылы, шынайы, ерекше әсерлі өткен көрінеді. Жүздерінде күлкі, көздерінде ұяң-ұялшақтық, ал жүректерінде елеусіз ғана бір толқыныс. Бәлкім дәл осы сәттен басталатын бір әдемі хикаяның куәсі болып отырған шығармыз. Таныстықтан жұпқа айналу тағдырдың ісі. Бірақ бәрі де осындай қарапайым, шынайы сәттерден басталады емес пе? Алда не боларын бір Алла біледі. Бірақ ең бастысы ниет түзу, жүрек таза. Көрейік, уақыт көрсетер. Бірақ бүгінгі күн естен кетпестей ерекше бір бастама болды.